18 сәуірге арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, жұмыс жасауға қолайлы күн. Көп шаруаларда сәттілікке жетуге болады. Оның ішінде бұрындары шамаңыз келмеген жұмыстарды да оңтайлы атқаруға мүмкіндік бар. Шығармашылық потенциалыңыз өте жоғары. Тоқтылардың қызықты идеялар пайда болуы мүмкін. Кейбір тоқтылар интуициясына құлақ асса, кейбірі өзгелердің кеңесіне жүгінеді. Осылайша көптеген сұрақтарыңызға жауап табылады. Жеке өміріңіздегі жағдайларда қуантарлықтай, жүрегіне сенген тоқтылардың өмірінде жаңа парақ ашылуы да ғажап емес. Торпақ, ақылға ғана ерік беріп, өзгелердің кері тартпа әрекеттеріне ілеспейтін болсаңыз, бүгінгі күн сәтті болады. Ойланбай жатып қадам баспаңыз. Маңызды шешімдерді жалғыз қабылдауыңыз керек. Бір қарағанда қызықты болып көрінетін ұсыныстар да түсуі мүмкін. Дегенмен де келісім беруге асықпаңыз. Сәл күте тұрсаңыз, бұдан да тиімді ұсыныстар түседі. Жалпы, бүгінгі күні эмоционалдық жағдайыңыз тұрақты, көңіл күйіңіз көтеріңкі болады. Түрлі адамдармен байланыса аласыз. Бұрындары сіздің қабілетіңізге сенімсіздікпен қараған адамдар қалыптасқан стереотиптерін, яғни ойларын өзгертеді. Егістер, көп шаруаларыңызда жақсы нәтижелерге қол жеткізіп, бұл күнді сәтті өткізуге мүмкіндігіңіз бар. Жасыратын жоқ, шаруаларыңыз тым көп болады. Тіпті сіз ойлағаннан да бірнеше есеге көп. Бұл жағдайда қай шаруаны қай уақытта атқаратындығыңызды нақтылап алуыңыз керек. Бүгінгі күн ерекше кездесулермен қатар достармен отырыстар өткізуге де қолайлы. Жақын адамдармен сөйлесу сізге көп қуаныш сыйлайды. Кейбір егіздердің жаңа белестерді бағындыруға деген құлшынысы пайда болып, өз өмірінде нені өзгерткісі келетінін түсінетін болады. Тек батылырақ болып, бірінші қадам жасаудан жүрексінбеңіз. Шаян, көңілді, қызықты, жағымды күн. Бүгінгі күні орын алатын жағдайлар сізге шабыт беріп, көңіл күйіңізді көтереді. Өмірге оптимизммен қарауға мүмкіндік те береді. Ақша түсіп, бағалы сыйлықтарға да ие болуыңыз мүмкін. Жұмысыңызда көтерілуге мүмкіндік беретін жақсы ұсыныстардың да түсуі ғажап емес. Жағымды өзгерістердің күші тек жұмысыңызда ғана емес, жеке қарым-қатынастарыңызда да байқалады. Жақындарыңызбен жеке қарым-қатынастарыңызда қиындықтар байқалмайды. Жақын адамдарыңыздың қолдауының арқасында бойыңызда сенімділік пен күш-қуаттың артқанын байқайтын боласыз. Арыстан, күшіңізді дұрыс жұмсайсыз және уақытта да дұрыс бөле білесіз. Осылайша ешқандай қателік жіберместен бүгінгі күні барлық нәрсе жоспарлағаныңыздай өтеді. Арыстандар бүгінгі күні жемісті өткізіп, сәттіліктерді оңай бағындырады. Қиын жағдайда қалған достарыңызға, жақындарыңызға көмектесесіз. Сауда жасап, қаржыға қатысты мәселелерді оңтайлы шеше аласыз. Ақшаға қатысты жерлерде интуицияңызды тыңдауға кеңес береміз. Оның арқасында ең тиімді шешімдерді дер кезінде қабылдайсыз. Бикеш, жеңіл әрі жағымды күн. Көп нәрсеге жеңіл қол жеткізесіз. Кейде бикештердің іште қалағаны сол мезетте орындалып жатады. Сіз айналаңыздағы жағдайларды бақылай білесіз. Осының арқасында көріп, естіген нәрселеріңізден дұрыс тұжырымдар жасап, деректерді еш қателіксіз салыстырасыз. Бұл жұмысыңызда да, өміріңізде де пайдалы әдіс болмақ. Әсіресе, жеке өміріңіздегі қиын мәселелерді дереу шешуге мүмкіндік береді. Кәсіби салаңызда біраз жақсы нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік беретін күн. Аяқ асты ақша түсіп, сізге қарыз болған адамдар қарыздарын қайтарып беруі ықтимал. Таразы, жаңа шаруаларды бастауға қолайлы күн. Бұл орайда бұрындар айналысқан шаруаларыңызға ұқсамайтын шаруаларды қолға ала аласыз. Сізге көмек көрсететін, қолдау көрсететін адамдарды дереу тауып, жаңа шаруалардың мән-жайын жылдам анықтайсыз. Іскерлік сезу қабілетіңіз жақсы жұмыс істейді. Келісім шарттар мен сауда жасаулар сәтті өтеді. Сөйлесулер үшін де жайлы күн болмақ. Әркелкі адамдармен ортақ тіл тауып, шиеленісті болып қалған жағдайларды реттеуге мүмкіндік туады. Жанжалдасып қалған адамдармен де татуласуға мүмкіндік бар. Саршаян, армандарыңыз бен қиялдарыңыз шындыққа айналуы мүмкін. Бұл орайда әрбір іске дұрыс кірісуіңіз керек. Көптеген бастамаларыңызда сәттілікке жетуге мүмкіндік бар. Алайда
сіз жалғыз әрекет етпейсіз, көмекке біреулерді шақырасыз. Осының арқасында сәттілікке барынша жылдамырақ қол жеткізе аласыз. Сіздің ең сенімді серіктестеріңіз бұл бұрындары да ортақ шаруаны атқарған адамдар арасынан табылады. Жағымды кездесулер мен аяқ асты танысулар орын алуы мүмкін. Сізді алғаш көріп тұрған адамдарға жақсы әсер қалдырасыз. Кешкі уақытқа қарай бас тартқыңыз келмейтіндей жақсы ұсыныстар түсуі мүмкін. Мерген мұқияттылықта бар назарды аударуды қажет ететін шаруаларды атқару үшін бүгінгі күн қолайлы емес. Үзіліс жасап, демалып алыңыз. Осылайша сіз жақсы көңіл күйіңізді сақтап, өзіңізді барынша жақсы сезінетін боласыз. Бір жерлерге барып, жаңа әсерлер қабылдай аласыз. Үйде де жаңа шаруаларды қолға алып, көңілді жүруге болады. Алайда ескі қателіктер мен жағымсыз оқиғаларды, сатқындықтарды еске алмауға тырысыңыз. Себебі сол мезетте-ақ өз аураңызды бұзып, сол кездердегі әсеріңізді қайта қабылдайсыз. Сол себепті де күні бойы жағымды, көңіліңізді көтеретін дүниелерге ғана бар көңіліңізді аударыңыз. Тәуешкі, сіз кез келген кедергіні еңсеруге дайынсыз. Алайда жасайын деп тұрған тәсіліңізден бөлек жеңіл амалдар жоқ па, соған көз жеткізіп алғаныңыз жөн. Жақсылап ойлансаңыз, дегеніңізге жеткізер төте жол табылады. Осылайша сіз күшіңізді де, уақытыңызды да үнемдейсіз. Шешім қабылдау барысында тапқырлық, ерекше ойлау қабілеттеріңіз қажет болуы мүмкін. Бүгінгі күні жұмысқа қатысты мәселелерді шешіп, іскерлік сөйлесулерді ойдағыдай өткізе аласыз. Тек аяқ асты сауда жасаудан аулақ болғайсыз. Алдын ала жоспарланған сауда жасау ғана сіздің игілігіңізге жарайды. Кейбір тәуешкілер нағыз қажет уақытында ескі қарыздарын қайтарып алады. Су қойғыш. Күннің басында түсініспестіктер мен кішігірім қиындықтар орын алады. Алайда таңғы уақыт өткен сайын жағдайлар жақсы арнаға бұрыла бастайды. Мақсат қойып, өзіңізге деген сеніміңізді жоғалтып алмауға тырысыңыз. Бар күшіңізді салсаңыз, барлығын да жасай аласыз. Жаңа нәрселерді ұсынуға қорықпаңыз. Жаңа идеяларыңызды жаныңыздағылар қабылдамай жатуы мүмкін. Дегенмен де алғашқы нәтижелерді көргеннен кейін олардың ойы лезде өзгеріп шыға келеді. Су қойғыштардың романтикалық кездесулері ойдағыдай өтеді. Кейбір белгі өкілдеріне сөз салу да ғажап емес. Бұған дайын болғаныңыз жөн. Балықтар, көп сөйлесулер болады. Тіпті күрделі талқылаулардың да орын алуы ғажап емес. Дегенмен де уайымға салынбаңыз. Сөз таластар мен талқылаулардан кейін сіз көптен күткен ақиқаттың беті ашылады. Кіммен қалай сөйлесу керектігін жақсы білесіз. Бұрын аса жақсы араласпаған адамдармен тіл табысып кете аласыз. Нәтиже бермейтін шаруаларға қадалып қалмағаныңыз жөн. Тек маңызды жұмыстарға ден қойыңыз. Жаңа тәжірибелер сізге оң нәтиже беріледі деп күтуде. Тек жалқаулық пен бос әңгімелесулерге уақытыңызды ысырап етпеңіз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.